Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен торттың бетін тегіс қаптауға арналған крем дайындап, оны қолдануды үйренетін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Шұңғыл ыдысқа бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, үстінен қант ұнтағын салып, миксердің көмегімен ағарғанша миксерлеп аламыз. Егер де креміңіздің түсін өзгерткіңіз келсе, майлы кремдерге арналған бояғышты қолдансаңыз болады. Кондитерлік дүкендерден сұрап, жақсылап біліп алыңыздар. Кейін үстінен творожный сырымызды салып, миксердің көмегімен түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап миксерлеп аламыз. Кейін лопатканың көмегімен жан-жағын жинастырып алып, түйіршік қалса қайтадан миксерлесеңіз болады. Кондитерлік мешокқа салып, орналастырып аламыз. Кондитерлік мешокқа салынған креміміз жұмыс жасағанда өте ыңғайлы. Ендігі кезекте тортымызды қаптайтын боламыз. Менің тортым шамамен 6-8 сағат тоңазғышта тұрды. Бұндай торттар тез қапталатын болады. Егер де сіз қазір жинап, қазір қаптайтын болсаңыз, бочка тәріздес болып қалуы мүмкін, немесе тортыңызда трещина пайда болуы мүмкін, және де қаптап жатқан кезінде өз формасын жоғалтып, сырғып кетуі мүмкін. Сол себепті қаптамас бұрын тортыңызды тоңазғышта қойып қойғаныңыз абзал. Видеода көріп тұрғандарыңыздай айналдыра отырып барлық кремімізді жағып аламыз. Кейін шпательдің көмегімен айналдыра отырып жан-жағын түзулеп аламыз. Бұндай құралдарды кондитерлік дүкеннен таба аласыздар. Егер де сіздерде бұндай құралдар болмаса, кәдімгі сызғышты да қолдансаңыз болады. Қапталған тортыңыздың үстіне шоколад қолданғыңыз келсе, яғни шоколадпен әрлегіңіз келсе, тоңазғышқа жарты 1 сағатқа қоя тұрғаныңыз абзал. Сол кезде шоколадыңыз жақсы жағылатын болады торттың бетіне, және де патекта жасасаңыз да қатты ағып кетпей, біркелкі болып жақсы жағылатын болады. Егер де видеом ұнаса, каналға тіркеліп, каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.